Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі видео сабақ бойынша нұсқаулық жасайық. Егер оң жағында қаламның белгісі болса, онда берілген мәліметті дәптерге көшіреміз. Егер оң жағында тыңдалым белгісі болса, онда берілген мәліметті тыңдаймыз. Бүгінгі сабақтың жоспары. Бірінші, өткенді еске түсіру. Екінші, жаңа сабақ. Үшінші, есептер шығару. Төртінші, өздік жұмыс. Бірінші кезең өткенді еске түсіру. Ауызша сұрақтар. Бірінші, тригонометрия бөлімі бойынша қанша функциямен таныспыз? Олар төртеу. Яғни синус, косинус, тангенс, котангенс. Осы функциялардың қайсысы тақ, қайсысы жұп? Үш функция тақ: синус, тангенс, котангенс. Косинус қана жұп функция. Синустың косинуске қатынасы неге тең? Синустың косинуске қатынасы тангенске тең. Ал косинустың синуске қатынасы котангенсті береді. Дәптерді ашамыз. Бүгінгі күнді жазайық. 6 сәуір. Сыныптағы жұмыс. Тригонометриялық функциялардың қосындысы мен айырымын көбейтіндіге келтіру. Бүгінгі сабақтың мақсаты осы тригонометриялық функциялардың қосындысы мен айырымын көбейтіндіге келтірудің формулаларымен танысып, оны есептер шығаруда қолданамыз. Яғни синус, косинус, тангенс, котангенстердің қосындысы мен айырымын біз көбейтіндіге келтіреміз. 4 функция болғандықтан, әр функцияға 2 формулаға келтіреміз. Барлық 8 формуламен таныс боламыз. Дәптерге жазайық. Бірінші. Синус альфа қосу синус бетта. Ол 2 көбейту синус альфа қосу бетта бөлінген 2 көбейту косинус альфа минус бетта бөлінген 2-ні береді. Екінші формуламен таныс болайық. Ол синустардың айырымы. Келесі, үшінші формула. Косинустардың қосындысы. Төртінші формула. Косинустардың айырымы. Тангенстердің қосындысы. Алтыншы формула. Тангенстердің айырымы.
котангенстердің қосындысы және соңғы формула котангенстердің айырымы. Осы 8 формуламен біз жұмыс жасаймыз. Келесі кезең есептер шығару. Дәптерге номер 738 А пунктін орындайық. Кітаптың 210 бетті ашамыз. Есептің шартымен таныс болайық. Өрнекті көбейтінді немесе бөлінді түрінде көрсетіңдер. Видео сабақтың үстіңгі бөлігі дәптерге көшіретін бөлік, астыңғы бөлік тыңдайтын. Синус 4 альфа қосу синус 10 альфа. Бұл есепті шығару үшін біз бірінші формуланы қолданамыз. Себебі қосылғыштардың екеуі де синус, ал альфа мен беттаның орнында 4 альфа және 10 альфа орналасқан. Сондықтан да біз формуладағы альфа мен беттаның орнын сәйкесінше 4 альфа және 10 альфамен алмастырайық. Синустың аргументін ықшамдайық. 4 альфа қосу 10 альфа, 14 альфа, оны 2-ге бөлсек, 7 альфа. 4 альфа азайту 10 альфа болады, минус 6 альфа, 2-ге бөлсек, минус 3 альфа шығады. Сонымен 2 көбейту синус 7 альфа көбейту косинус минус 3 альфа. Косинустың аргументінде минус таңба болғандықтан, ал косинус жұп функция екенін ескеріп, біз осы минусты жоямыз. Есептің жауабы 2 синус 7 альфа көбейту косинус 3 альфа. Есеп номер 742-ның Б пункті. Бұл есепті шешу үшін бөлшектің алымын, содан кейін бөлімін қарастырайық. Алымы бірінші формулаға сәйкес келеді. Альфаның орнында 16 градус, беттаның орнында 74 градус орналасқан. Сондықтан да оны осындай түрде жазайық. Әр функцияның аргументін ықшамдайық. 16 қосу 74, 90. 90-ды 2-ге бөлсек, 45. 16 азайту 74 минус 58. Оны 2-ге бөлсек, минус 29 градус. Косинус функциясы жұп екенін ескеріп, келесі түрде жазайық. Бөлшектің бөлімі.
Екі қосылғыш косинус түрінде берілген, сондықтан бұл үшінші формулаға сәйкес келеді. Үшінші формулада екі көбейткіште косинус функциясы болу керек. Аргументті ықшамдайық. 16 қосу 74 бөлу 2 45. 16 минус 74 бөлу 2 минус 29 градус. Косинус жұп функция минусты алып тастаймыз. Шыққан өрнектерді бөлшектің алымына және бөліміне қояйық. Бірдей көбейткіштер бар болғандықтан, оларды қысқартамыз. Қалады синус 45 градус бөлінген косинус 45 градус. Синустың косинуске қатынасы тангенс екенін ескеріп, жауабы тангенс 45 градус. Ал оның мәні бірге тең. Жауабы 1. Келесі кезең өздік жұмыс. Кітаптың 210-шы бетінен номер 738-дің Ә, Б, номер 742-ның А, Ә пункттерін орындайсыздар.